Барлықтарыңызға сәлем достар, каналыма қош келіңіздер. Бүгін өте дәмді шоколадты сметаниктің жасалу жолын ұсынамын. Кез келген мерекелік дастарханға, қадірлі қонақтарыңызға ұялмай ұсынуға болады. Алғашқы рет жасағаннан сәтті шығады. Жылдам дайындалады, оңай жасалады. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Қамырына керекті заттар ұн, қант, жұмыртқа, сармай және қопсытқыш. Ең алдымен ыдысымызға електен өткізілген ұнды саламыз. Сонан соң қантты саламыз. Қопсытқышты саламыз. Барлығын араластырамыз. Менің каналымда басқа да пирогтардың жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Бөлме температурасындағы жұмсақ сармайды саламыз. Сонан соң қолымызбен жақсылап үгітеміз. Енді бір жұмыртқаны саламыз. Барлығын жақсылап біріктіреміз. Бізде қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр шығады. Дайын болған қамырды формаға орналастырамыз. Мендегі форманың диаметрі 24 см. Қамырды екіге бөлеміз. Бір бөлігін пирогтың астыңғы бөлігін, екіншісімен пирогтың жандарын, яғни бортики жасаймыз. Каналыма тіркеліп қойыңыздар, алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Пирогтың жандары түзу болу үшін ас қасықты пайдаландым. Пирогтың қамыры дайын. Дайын болған қамырды әзірге бөлек қоя тұрамыз. Енді салмасын дайындаймыз. Бізге керекті заттар қаймақ, жұмыртқа, қант, шоколад, какао және сармай. Ең алдымен қайнап тұрған ыстық суда шоколад пен сармайды бірге ертеміз. Мінекей дайын. Келесі кезекте ыдысымызға жұмыртқаны саламыз. Сонан соң қантты саламыз. Жақсылап араластырамыз. Бұл пирогты сіздерге де жасап көруге кеңес беремін, өте дәмді болып шығады. Алдын ала ертілген шоколад пен сармайды саламыз. Қаймақты саламыз. Дүкеннің 20% қаймағын пайдаланып жатырмын. Барлығын біркелкі масса болғанша араластырамыз. Бұл пирогтардың салмасына миксерді пайдалануға болмайды. Сонан соң какаоны саламыз. Ешқандай түйіршік қалмайтындай етіп араластырамыз. Осымен салмасы дайын. Келесі кезекте дайын тұрған қамырдың үстіне құямыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 35 минуттай пісіріп аламыз. Өте дәмді шоколадты сметаник дайын. Бөлме температурасында толықтай суытамыз. Ыстық кезінде формадан босатуға болмайды. Кез келген мерекелік дастарханға, қадірлі қонақтарыңызға ұялмай ұсынуға болады. Алғашқы рет жасағаннан сәтті шығады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар, сіздермен болған Ақжолпан.